Қадірменді отандастар, ұлтымыздың ең ұлық мерекесі Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні құтты болсын. Жер бетін мекен еткен әрбір ұлт пен халық үшін тәуелсіздіктен қымбат еш нәрсе жоқ. Тәуелсіз ел болашағы баянды, өркениет көшіне ілесе білген, өзін әлемнің алпауыт елдері арасында мойындата білген ел. Осыдан 29 жыл бұрын әлемдік тарих сахнасында Қазақстан Республикасы атты мемлекет дүниеге келген. Ата-бабаларымыздың сан жылдар бойы аңсаған арман тілегі орындалды. Бұл болашаққа, жас ұрпаққа аманат. Тағдыр ортақ, біртұтас халқымыздың татулығы мен ішкі бірлігін сақтау біздің басты мұратымыз. Түрлі ұлт пен ұлыстардың ортақ шаңырағына айналып отырған біртұтас мемлекетіміз қуатты, тәуелсіздігі мәңгілік болсын. Бүгінгі мереке құтты болсын. Армысыздар қымбатты қазақ елі. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі күні құтты болсын. Біз сіздермен мерекелі құттықтауымызды дәл осы жерден бастауымыз бекер емес. Біз Қайрат Рысқұлбеков саябағындағы тәуелсіздік ұшқын стелласының жанында тұрмыз. Мұндағы алау оты жанындағы жастардың тәуелсіздікке деген ұмтылысын, ерік жігерін білдіреді. Қазақ жастарының азаматтық намысы мен жігерінен бастау алған қозғалыстың нәтижесінде тәуелсіз ел құрылғанын бейнелейді. Тәуелсіз еліміздің тұғыры берік, әр шаңырақтағы ұшқын маздаған алауға айналып, қазақ елінің әрбір отбасындағы берекесі мәңгілік болсын. Күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар. Қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар. Алам десен алындар, қайрат деген атым бар. Қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десен атынар. Біз қазір осы өлең жолдарын авторы, желтоқсанда рух берген халық қаһарманы, тәуелсіздік қарлығашы Қайрат Рысқұлбековтың ескерткішінің жанындамыз. Отанды сүю ерекше бақыт, ал оның аптабына күйіп, аязына шыдау әркімге бұйыра бермейтін бөлек дүние. Шексіз арман жолында отан үшін орасан қиындықтардан өтуге болады. Аза шапсанда, шоқтай жатсанда, жанып жатып арманда қалса да жарасады. Біз егемендігімізді бабалардың өнегесі мен халқымыздың парасаттылығының арқасында алдық. Осы егемендігімізді ұстап тұру, ел игілігі үшін еңбек өту біздің бүгінгі жастардың еншісінде. Олай болса, Қазақстанның болашағын бірге құрайық. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Біз желтоқсан толқыны су бұрқағының жанында тұрмыз. Бұрқақ бойында тәуелсіздігіміздің символдары болатын барыс, қыран құс, пырақ мүсіндер орнатылған. Ұзындығы 240 метр болатын бұл бұрқақ еліміздегі бірегей нысандардың бірі. Тәуелсіздік мықты рухпен, күшті мінезбен ұстап тұруға бола алатын тарихи толқын. Тәуелсіздік күні баршамыз үшін, күллі қазақстандықтар мен әлемнің қиыр басындағы қазақ халқы үшін ұлы той. Мереке құтты болсын. Қымбатты достар, біз қазір 16 метрлік биіктікте орналасқан еркіндік, азаттық символына айналған қаламыздағы тәуелсіздік монументінің жанындамыз. Мұның жоғары жағындағы киелі шаңырақ бейнеленген. Оңтүстік пен солтүстік, шығыс пен батысты байланыстыратын шығыс 8 жұлдызы. Қасбетінде асқақ рухымыздың тағы бір символы, мәңгілік ел белгісі алыстан мен мұңдалап тұр. Ортасында жер шары орналастырылып, дамудың даңғыл жолына түскен Қазақстанның келбеті анық басылған. Құрметті қазақстандықтар, тараздықтар, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Көк байрағымыз бейбіт аспанда желбірей берсін. Көк тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені